Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді шығатын сигара бөрек дайындаймыз. Ол үшін бізге лаваш қажет, пюре қажет, картоп пюресі, үккіштен өткізілген сыр қажет және де бір жұмыртқа қажет. Осылардың барлығын дайындап аламыз. Пюре нәзік, өте жұмсақ шығу үшін азырақ сүт қосып жіберсеңіздер болады. Қатты сұйық болып кетпеу керек. Лаваштарымызды осылай кесіп дайындап аламыз. Үш бұрышты етіп кесіп алу керек. Қыздар, тағы бір кеңесім, лаваш таңдағанда өте жұқасын таңдағандарыңыз дұрыс. Енді мынау картоптарымызды осылай салып, орап, жұмыртқасын жағамыз. Сырмен де дәл осылай қайталаймыз. Осылай екі шетін жауып та жасасаңыздар болады. Сыры сыртына шығып кетпесін десеңіздер, солай жасауға болады. Мінекей, осылай дайындалған лаваштарымызды қызып тұрған сковородкаға азырақ май құйып, екі бетін қызартып пісіріп ала бересіздер. Өте оңай, жеңіл, кез келген уақытта тез дайындалатын тағам болып саналады. Дайындап көріңіздер, балаларыңызға өте қатты ұнайды. Баршаңызға ас болсын. Дайындап жатсаңыздар, мені белгілеп кетуді ұмытпаңыздар. Мына жерде мен ішін көрсетіп жатырмын, начинкаларын сырмен және картоппен. Мен сияқты өтірік рецептілерді жақсы көретіндерге кеңес беремін. Сіздермен болған Динара.